Сәлем менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жасалуы оңайырақ сникерс тортының рецептімен бөліспекшімін. Бұл рецепт бойынша карамель қайнатып әуре болмайсыз, өйткені карамель көп адамда дұрыс шыға бермейді. Разрезінің өзін қараңыздар, сондай әдемі және магазиндік сникерс тортынан ешқандай да кем емес. Жеген кезде прям жұп-жұмсақ болып, дәмі өте керемет болды. Міндетті түрде сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Алдымен жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап көпіртеміз. Жұмыртқа менде бөлме температурасындағы. Осылай жұмыртқамыз аппақ болып ағарып, бірнеше есе ұлғайғанша көпіртеміз. Сонда бисквиттеріңіз жақсы шығады. Осының үстіне сұйық май құямыз. Қатты ысытылған сүтті құямыз, қайнатпаймыз, тек ысытамыз. Мына жерде менде какао, разрыхлитель, ұн. Осыны екі бөліп салып араластырамыз. Венчик болмаса, лопаткамен істесеңіздер де болады. Главное, жаңағы пышный болып көтерілген массаны отырғызып алмаңыздар. Астынан үстіне қарай жайлап аккуратно араластыру керек болады. Осылай біраз венчикпен араластырып болғаннан кейін мен лопаткамен істеймін, өйткені по-любому астында құйған сұйық майымыз қалып қалады, ол толығымен араласпайды. Сондықтан астынан прямо алып отырып, жаңағы сұйық майымызды біріктіреміз. Біздің бисквит дайын болды. Енді осыны мен мынандай квадрат емес, тік төртбұрышты формада істедім. Мен размерінің бәрін описаниеге жазып кетемін, сол жерге өлшеп қалдырып кетемін. Осыны алдын ала ысытылған пеште 180 градуста 18-20 минут пешіңізге қарай пісіріп аласыз. Главное, зубочистка сухой шығуы керек. Қатты көп те ұстап қоймаңыз, өйткені бисквит қатып қалады. Бисквит барынша жұмсақ болғаны дұрыс. Толығымен суығаннан кейін бар формамыздан шығарамыз. Содан кейін мен енді бұл ұзын болғаннан кейін теңде екі бөлікке бөліп аламын, чтобы екі слой жасау үшін. Енді мына бетіндегі бір слой қабатын алып тастаймын, өйткені крем жаққан кезде ол бисквитке сіңбейді, беткі қабатында қалып қояды. Сондықтан мынаны алып тастаған дұрыс. Мына жерде мен качественный вареный сгущенка алдым. Менде Рогачевтың Егорка деген варенкасы. Ол болмаса Деповский фирманыкын алыңыздар. Бірақ варенка барынша качественный болу керек. Арзан, жаңа құрамында неше түрлі нәрсе бар, керек емес. Одан сіздің дәмі дұрыс болмайды. Мынаның дәмі кішкене де болса карамельге келеді. Мына жерде мен соленый арахисті жақсылап майдалап алдым. Андай ірі болып салады, кейбіреулер ол жегенде неприятно. Лучше осылай бәрін майдалап, езіп салған дәмі басқаша болады. Енді тортымызды жинаймыз. Мына бағанағы екіге бөліп алғанның бір бөлігін міне астына салдым. Енді осының үстіне жаңағы вареный сгущенкамен арахисті саламыз. Жақсылап барлық жеріне жайып шығамыз. Енді бағанағы бисквиттің жартысы. Енді осының үстіне төсейтін кремді дайындаймыз. Мына жерде менде салқын творожный сыр мен сахарная пудра. Екеуін біріктіреміз. Миксердің төменгі жылдамдығында.
Содан кейін осының үстіне салқын сливкиімізді құямыз. И формасын жақсы ұстағанша, плотный болғанша миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Енді осыны бағана бисквиттің бетіне жағамыз. Лопаткамен неудобно екен, сондықтан бұрыштарына осылай шпательмен жаққан ыңғайлырақ. Болды, енді осыны холодильникке салып қоямыз. Білмеймін, бір түн бұрын жасап қойсаңыздар да болады, жарты күн бұрын, 2 сағат, 1 сағат. Содан кейін уже бетіндегі ганашын дайындаймыз. Мына жерде молочный, темный шоколад, водяной баняда ерітеміз. Сразу осының үстіне нені саламыз. Соленый арахис тоже езіп аламыз. И осының үстіне сұйық майды құямыз. Холодильникте бірнеше сағат тұрған тортымыздың үстіне ганашымызды құямыз. Барлығын жағып болғаннан енді бұны холодильникке қою керек, өйткені біздің ганаш қату керек болады. Ганаш қатқаннан кейін уже пышақпен аккуратно формадан ажыратамыз. Содан кейін бар форманы шығарамыз. Әйтпесе ол жанымен қоса бәрін жуып кетеді. Карамель сияқты формасын қатты ұстамауы мүмкін, но сонда да ағып кетпейді. Осылай шетіне жағып қойып шыға салсаңыздар болады. Осымен тортымыз дайын. Тортты кеспес бұрын бөлме температурасына 15 минуттай қойып алыңыздар. Үстіндегі ганашы кішкене жұмсарсын. Сол кезде кескен әдемі болады. Осы рецепт ұнаса, видеома лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Қолдауларыңызға рахмет.